Қазір салып кету. Мен сізге түсіндірдім, осы бағыт қандай болады. Мен қазір аламын да, ертең облыс әкіміне жеткіземін, олар там уже үкімет арқылы шығады. Но олардың жұмысын тоқтатуға мен сіздерге айтайын. Жасаймайсың, сосын дальше көреміз. Ничего, осы болмағанда мен осылай қыламыз ба? Сіз анау, январь, февраль, март, апрель, сол мезгілде екі-үш ай бұрын келіп айтса, халық та қозғалады ғой. Егер тақалғанда келіп айтып, нені қозғалады? Саласына бір қапта алған деген. Ой, айтылған. Байланбай. Общем, я советую, ертең понедельник күні апарам, оны дальше жұмыстанамыз, кусочек. Мүмкін ана үкімет арқылы шығады, когда... Пускай бұрын қалған жермен сол жерде кетсін. Ал, елге қашып. Вот, елге қашып па зато. Это когда бисара деген жерде қытайдан шықты. Это қазақ жері. Қарадық біздер. Карта, Google карта арқылы қарадық. Ертең барып, Аға, сен. алар бәдек аламыз ба? Жоқ, байрек барады. Алар сол істей береді да қазір. Ал жақсыға барып күтеміз енді. Міне машинаға айтып тұрсыз. Ешқандай организация ештеңе жасамайды. Экскаватормен қазып ана жерден белгілеп кетті өздерінің жеріңге. Олар жасамайды. Сөйлей алмайды ғой. Давайте былай деді. Жердің несі бар ма? Жаңа өздері экскаватормен жердің бетпет келеді ғой. Жақсы ағаш. Содан 50 метр жер. Менің де басқа да жұмыстарым бар енді. Онымен айналысайын. Мынаны тоже параллельно аясам. Сізге айтып, мына жұмысты білемін оны. Қалып отырған жер енді. Екі границаны шектеп тұрған жері Россия мен Қазақстан. Халық осы жерде жететін отқан халық бар. Ойлаңыз енді. Бәрінде саламыз, YouTube-қа да саламыз, жоғарыға да жібереміз бәрінде. Міне қазір түсіріп жатырмыз, прямой эфир бұл. Бізге сіздерден көмек керек, қазақ елі. Президентіміздің шығарған заңы қайда? Қазақ жері еш уақытта бөлінбейді деген. Ешкім де шыға алмайды міне. Бұл су келеді. Өзіміздің бала кезімізден өскен жеріміз осы жер. Өзіміз кішкентай кезімізден осы жердің суына шомылып, осы жердің суын үйімізге тасып іштік біздер. Сол уақытқа дейін бөлінбегенде енді келіп бөлініп жатыр деп. Қазақстанның жеріміз біздер Атырау облысы Құрманғазы ауданы Көптоғай ауыл деген жерімізді Россияға бөліп беріп жатыр. Сол суға бастағанда біздер ішетін суымызды ішетін Көптоғай елдің тұрғындарын ішетін су бұл жерге міне жер. Ішеміз, суды осы жерден тасып жүрміз біздер. Су жүрмеген кезде біз су тасып жүрміз. Мен аяқта бар екшеген солмай, міне үйдің ішіне келемін. Мынау қоршаумен аржанды екшеген суды қарай аламын. Шелекпен Ешкім алдап тұрған жоқ, біз осы жерден тек қана күнге 2 сағат су жүріледі, сол кезде осы жерден су тасимыз біздер. Соны жоғары жаққа жеткізіп, сол тұлғалардан біз су шақырады. Халықтың атынан. Мінекей жаңа айтып тұрғым мына біздің заңдылығымызда деп. Ол қай заңдылық? Егер Қазақстанның екі елі судың арғы беті Құрманғазы ауылы, бергі беті Көктоғай ауылы. А бұлар әкетті екі. Вот такая канитель. Колючая проволока. А вот село. А вот люди. Это Көктоғай. Доступ к реке, короче, перекрывает. Россия забирает себе вон тот кусок земли. Полностью до конца населенного пункта вот колючка. Как назвать не знает, беспредел махалает. Видать, России своих 2 миллиона квадратных километров земли, 6-я часть планеты не хватает. Осыған қарап тұрған болып тұр. Вот село в 10 шагах. А вот это территория России уже. Прикол, да? Вот село. Вот Россия.
Это наши коровы остались там, контрабандисты. Вот такая канитель.